Армысыздар, құрметті студенттер. Сіздермен машиналардың өмірлік айналымындағы түрлендіру үрдістері пәні бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы түрлендіру үрдістері. Дәріскер көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Дүйсенбаев Ермек Шойыншыбекұлы. Түрлендіру үрдістерінің проблемаларды шешудегі рөлі. Түрлендіру үрдістері түрлендіру жүйесінің элементтері айқындалып, жүйеге тек оларды қолданылу арқылы біріктірілгендіктен түрлендіру жүйесінде айрықша орын алады. Қажеттіліктің түрлендіру үрдісімен байланысын еске түсірсек, басында өзгертуге қажетті мәселе қанағаттанбағандық күйі немесе проблема туындайды. Бұл күй қажеттілікті қалыптастыруды мәжбүрлейді. Жалпы айтқанда, қажеттілік алуан түрлі құралдармен қанағаттандырылуы мүмкін екендігі танылады. Қолданылатын құралдар жоқ екені анықталған. Және де қазіргі күйді түрлендіру жолымен қалаулы күйге өзгерту керек. Түрлендіру үрдісі қойылған мақсатқа жетудің бағытталған қызметі ретінде. Алға қойылған мақсатқа жету үшін бағытталған қызмет, яғни түрлендіру үрдісі керек. Түрлендіру үрдісі жалпы біртұтас мақсатымен біріктірілген бағытталған әрекеттер жүйесі. Операция бір жұмыс әрекетіне сәйкес келетін түрлендіру үрдісінің аяқталған бөлігі. Түрлендіру үрдісі әртүрлі структуралармен, яғни технологиялармен іске асырылуы мүмкін. Қайталап өтейік. Түрлендіру үрдісі қойылған мақсатқа жетудің бағытталған қызметі ретінде. Алға қойылған мақсатқа жету үшін бағытталған қызмет, яғни түрлендіру үрдісі керек. Түрлендіру үрдісі жалпы біртұтас мақсатымен біріктірілген бағытталған әрекеттер, операциялар жүйесі. Операция бір жұмыс әрекетіне сәйкес келетін түрлендіру үрдісінің аяқталған бөлігі. Түрлендіру үрдістері әртүрлі структуралармен, яғни технологиялармен іске асырылуы мүмкін. Технология дегеніміз не? Технология затты, энергияны немесе ақпаратты бастапқы берілген күйінен соңғы күйіне берілген техникалық жүйелер көмегімен түрлендіретін әдіс, тәсіл немесе бағдарлама. Технология затты, энергияны немесе ақпаратты бастапқы берілген күйінен соңғы күйіне берілген техникалық жүйелер көмегімен түрлендіретін әдіс, тәсіл немесе бағдарлама. Түрлендіру үрдісінің жіктелімі. Маңызды белгілері үрдістер класы. Екі бағанаға бөлеміз кестені. Бірінші бағана. Маңызды белгілеріне өмірлік айналымның кезеңдері жатады. Өмірлік айналым кезеңінің
кезеңінің төмендегідей үрдістер кластары бар. Жасау кезеңіндегі түрлендіру үрдістері, шығару кезеңіндегі түрлендіру үрдістері, айналымға жіберу кезеңіндегі түрлендіру үрдістері, пайдалану кезеңіндегі түрлендіру үрдістері, қызметі бойынша пайдалану кезеңіндегі түрлендіру үрдістері. Келесі маңызды белгілерінің бірі операнд түрі. Операнд түрінің үрдістер кластары төмендегідей: материяның түрлендіру үрдістері, энергияның түрлендіру үрдістері, ақпараттың түрлендіру үрдістері. Маңызды белгілерінің келесі түрі техникалық объект типі. Техникалық объект типі төмендегі үрдістер класына бөлінеді: құрылыс өндірісінің үрдістері, машина жасау өндірісінің үрдістері. Маңызды белгілердің келесі түрі қызметі. Қызмет төмендегі үрдістер класына жіктеледі: құрылымның және қасиеттердің түрленуі, форма мен өлшемнің түрленуі, кеңістік координаттардың түрленуі, уақытша координаттардың түрленуі. Маңызды белгілердің келесі түрі үрдістер негізделетін физикалық заңдар мен эффекттер. Ол төмендегі үрдістер класына жіктеледі: физикалық, механикалық, электрлік, жылулық, химиялық, аралас. Маңызды белгілердің келесі түрі басқару және реттеу әдістері. Ол төмендегі үрдістер класына жіктеледі: адамның қатысуымен автоматтандырылған үрдіс. Үрдістердің иерархиялық құрылымы келесі маңызды белгінің бірі. Ол төмендегі үрдістер класына жіктеледі: үрдістер, төменгі үрдістер, операциялар. Келесі маңызды белгілердің бірі кіріс пен шығыс арасындағы қатынас. Ол төмендегі үрдістер класына бөлінеді: бірігулер. Кіріс саны шығыс санынан көп. Бөлінулер. Кіріс саны шығыс санынан аз. Және маңызды белгілердің келесі түрі өзгерудің өтуінің мінез құлқы. Ол төмендегі үрдістер класымен жіктеледі: үзіліссіз үрдіс, дискретті үзілетін үрдіс болып бөлінеді. Жалпыланған түрлендіру үрдісінің негізгі түрлері. Бір мысал, бірінші бағананы айтып өтейік. Бір себебі бұл жерде өте көп үрдістер жасалады. Яғни операнд түрі материя, оның түрлендіру түрлері термоөндеусіз, болат, термоөнделген. Оны өндеу түрі дайындама, бөлшек, тасымалдау, цехтағы бөлшек, қоймадағы бөлшек, сақтау, дайын өнімдер қоймасында сақтау. Энергия, жалпыланған үрдіс, түрлендіру, трансформалау, тасымалдау, жинау. Мысал: гидравликалық, электрлік. Трансформалау: 50 000 ваттан 220 ваттқа. Тасымалдау: электр станциясы, тұтынушы. Және жинау: аккумулятордағы электр энергиясы. Түрлендіру үрдісінің қара жәшік үлгісі. Яғни бұл жерде көптеген адамдар жиынтығы, көптеген техникалық
жүйе және қоршаған орта берілген. Барлығы әсер ете отырып, түрлендіру үрдісін жасайды. Бұл түрлендіру үрдісінің шекарасы. Яғни, бұны бір жүйе деп алсақ, осы жүйенің ішінде түрлендіру үрдістері өтеді. Уақыт өте келе түрлендіру үрдісі өтеді. Уақытқа қатысты. Начальная стадия, бастапқы белгісі, бастапқы күйі және соңғы күйі. Түрлендіру үрдісі түрлендіру жүйесінің элементі болып табылады. Оның үлгісі түрлендіру жүйесіндегі қатынастар негізінде салынады және операнттың өзгеруін, оны немен, кім, қашан және қайда орындалуының нақтылығын көрсетпей-ақ анықтайды. Түрлендіру жүйесі жоғарғы жүйе түрлендіру үрдісінің операндына әсер етуші. Барлық операторларды ерекшелеуге, шекараларды, уақытша шектерді және ортаны бекітуге, яғни түрлендіру үрдісінің формальды үлгісін қара жәшік салуға мүмкіндік береді. Берілген үлгі түрлендіру үрдісінің кірісін, шығысын анықтауға мүмкіндік береді. Түрлендіру үрдісінің құрылымы. Операнттың түрленуі үнемі өте күрделі болады. Оперант тізбектей ұшы қиырсыз нақты жазылған аралық күйлерден өтеді. Ал оның қасиеттері бұл кезде қажетті бағытта бірте-бірте өзгереді. Қасиеттердің өзгеруі үзіліссіз, мысалы, жылыну немесе ауытқу тәрізді, мысалы, қирату болуы мүмкін. Оперант аралық күйге түрлендіру үрдісі түрлендіру жиынтығының кіші үрдістері мен операциялардың негізінде жүреді. Түрлендіру операциясы оператормен немесе операторлар тобымен бір жұмыс орнында орындалатын және бір ғана оперантқа қатысы түрлендіру үрдісінің бөлігі. Түрлендіру үрдісінің құрылымы. Технологиялық үрдіс операнттың белгілеріне қатыссыз бекітілген, оператордың оперантқа әртүрлі тәсілдермен әсер етуге негізделген түрлендіру үрдісін орындағанда әрекеттердің тізбектілігіне және мазмұнына негізделген ережелер жиынтығынан тұрады. Онда технологиялық үрдісті, құрылымды өзгеру үрдісі деп анықтауға болады. Түрлендіру құрылымы операнттың берілген технологиялық үрдіспен нақты жазылған көптеген аралық күйі тізбектей өтуін қамтамасыз етуі керек. Мұнда күй, қасиет, қажетті бағытта бірте-бірте өзгереді. Түрлендіру үрдісі әртүрлі құрылымдармен, яғни технологиялық үрдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Түрлендіру үрдісінің құрылымы. Қайталай өтейік. Технологиялық үрдіс операнттың белгілеріне қатыссыз бекітілген, оператордың оперантқа әртүрлі тәсілдермен әсер етуге негізделген түрлендіру үрдісін орындағанда әрекеттердің тізбектілігіне және мазмұнына негізделген ережелер жиынтығынан тұрады. Онда технологиялық үрдісті, құрылымды өзгеру үрдісі деп атауға болады. Түрлендіру үрдісі, құрылымы, операнттың берілген технологиялық үрдіспен нақты жазылған көптеген аралық күйді тізбектей өтуін қамтамасыз етуі керек.
Мұндай күй қажетті бағытта бірте-бірте өзгереді. Түрлендіру үрдісі әртүрлі құрылымдармен, яғни технологиялық үрдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Түрлендіру үрдісінің операторлары. Түрлендіру үрдісінің жиынтықты нәтижесі үшін ең алдымен үрдістің тиімді өтуіне әсер ететін нақты ортаның жалпыланған операторларының маңызы зор. Нақты орта үлгісінің құрамына алғашқы экожүйе, техносфера, берілген өндірістің техникалық дәрежесін анықтайтын арнайы ақпарат, үрдісті басқару, ең алдымен жедел басқару, өндірістік әрекеттің координациясы және материалды техникалық жабдықтаудың жүйесі, түрлендіру үрдісін жүргізу шарттары, физикалық температура, ылғалдылық, көлем, шаңдылық, психологиялық адамдардың өзара қатынасы, әлеуметтік берілген уақыт мезетіндегі қоғамның күйі және қалаулары, қаржылық үрдісті жүзеге асыруға арналған құралдар. Нақты ортаның операторларының әсер етулерін материалды, энергетикалық және ақпараттық ағымдарға енгізу қажет. Әсер ететін кірістер мен шығыстар. Үрдіске кіретін де, шығатын да тек оперант. Үрдісті жүзеге асыру үшін энергия, майлау материалдары және тағы басқа әртүрлі кіріс өлшемдері қажет. Түрлендіру үрдісінде сонымен қатар әртүрлі қалдықтар, түтіндер, талшықтар және бөгеттердің шу, діріл болмауы мүмкін емес. Мұндай кіріс, шығыс өлшемдерді әсер ететін кірістер мен шығыстар деп атаймыз. Түрлендіру үрдісі жүзеге асыруын қаламайтын, бірақ шарасыз бөгеттерді ескерген жөн. Техникалық жүйені жобалауды, айналадан шығатын барлық мүмкін болатын бөгеттерді талдау керек болса, техникалық жүйенің қызметінде олар шектік шақтамаға жақын болса, бөлек кірістердің деңгейлерін бақылау керек. Мұндайларға мысалы, құрылғының жұмыс істеуі үшін температура мен ылғалдылықтың шекті мәндері жатады. Түрлендіру үрдісінің формальды үлгісі. Бастапқы күйі. Бұл жерде бір үрдіс болады, процесс болады. Оперант бастапқы күйден бір процесс өткеннен кейін екінші процесске, екінші түрге айналады. Бұл үрдістен кейін үшінші түрге айналады. Солай жалғаса келе, бастапқы оперант шыққан кезде уже басқа оперант болып шығады. Уақыт өте келе. Бұған сыртқы ортаның да әсері бар. Келесі. Түрлендіру үрдісінің үлгісі келесі заңдылықтарды суреттейді. Бірінші. Түрлендіру үрдісі құрылымы күйлерін өзгертуді талап ететін операнттармен анықталады. Материя. Түрлендіру үрдісінде негізгі қасиеттер немесе форма өлшемдері орналасуы
және тағы басқа өзгереді. Энергия. Түрлендіру үрдісінде энергия тасушылар алуан түрлері басқа түрлерге өзгереді. Сонымен қатар, олардың параметрлері де өзгереді. Мысалы, P1, P2 параметр бірінші түрден екіншіге өзгереді. Яғни T1, T2 уақыттың белгілі бір аралығында. Ақпарат. Түрлендіру үрдісінде ақпараттың формасы, саны, сапасы, сонымен қатар орналасуы өзгереді. Түрлендіру үлгісінің келесі заңдылықтарының түрі, екінші түрі, түрлендіру операнттың көптеген операциялары мен көптеген аралық күйлерінен тұрады. Оперант аралық күйге түрлендіру үрдісінің жиынтығының шекарасындағы операциялардың негізінде өтеді. Операциялардың үйлесілген жиынтығы түрлендіру үрдісінің техникалық үрдістің құрылымын көрсетеді. Техникалық үрдіс құрылымы, түрлендіру үрдісінің құрылымы операнттың берілген технологиямен нақты жазылған көптеген аралық күйлердің тізбектей өтуін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, оның қасиеттері қажетті бағытта бірте-бірте өзгереді. Түрлендіру үрдісі әртүрлі құрылымдармен, яғни технологиялық үрдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Тағы қайталап өтейік. Түрлендіру үрдісінің операнттың көптеген операциялар мен көптеген аралық күйлерінен тұрады. Оперант аралық күйге түрлендіру үрдісінің жиынтығының шекарасындағы операциялардың негізінде өтеді. Операциялардың үйлесілген жиынтығы түрлендіру үрдісінің техникалық үрдістің құрылымын көрсетеді. Түрлендіру үрдісінің құрылымы операнттың берілген технологиямен нақты жазылған көптеген аралық күйлердің тізбектей өтуін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, оның қасиеттері қажетті бағытта бірте-бірте өзгереді. Түрлендіру үрдісінің әртүрлі құрылымдармен, яғни технологиялық үрдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Үшінші, түрлендіру үрдісінің операцияларының тізбектелген кірістер мен шығыстары біртекті болулары керек. Шығыс тек үрдіске кіріс ретінде келіп түскен түрлендіру үрдісінің өзгеретін және өзгермейтін құрам бөліктерінен ғана қалыптасуы керек. Түрлендіру үрдісінің жобалауда негізінде материалды, энергетикалық және ақпараттық ағымдардың тепе-теңдігін қарастырған жөн. Тағы да қайталап өтейін. Түрлендіру операцияларының тізбектелген кірістер мен шығыстары біртекті болулары керек. Төртінші, түрлендіру жүйе ретінде түрлендіру үрдісінің мақсатының декомпозициясы нәтижесінде анықталған және ортақ мақсатпен біріккен төменгі үрдістер операциялар бөлінуі мүмкін. Және бесінші, әр үрдіс төменгі үрдіс операция дайындық өткізу және аяқталу кезеңдерінен өтеді. Осы кезеңдердің әр қайсысы белгілі сұрақтар кешенімен байланысты және олар үшін түрлендіру үрдісінің төменгі құрылымы болып табылатын өздерінің құрылымдары салынуы мүмкін. Алтыншы, түрлендіру үрдісінің операциялары уақыттық тізбекте жүзеге асырылады. Егер операция орындалып және операнттың талап етілетін аралық күйіне жеткен болса,
онда осыдан кейін келесі операция орындалуы тиіс. Сонымен қатар, түрлендіру үрдісінің шарттары уақыт өсінде анық бекітілуі мүмкін. Жетінші, түрлендіру үрдісінің жүйе ретінде үнемі әсер ететін кірістер мен шығыстар болады. Және оларды есепке алып талдап отыру керек. Тағы да қайталап өтейік. Түрлендіру үрдісінің операциялары уақыттық тізбекте жүзеге асырылады. Егер операция орындалып, және операнттың талап етілетін аралық күйіне жеткен болса, онда осыдан кейін келесі операция орындалуы тиіс. Сонымен қатар, түрлендіру үрдіс шарттары уақыт өсінде анық бекітілуі мүмкін. Түрлендіру үрдісінің жүйе ретінде үнемі әсер ететін кірістері, шығыстары болады, және оларды есепке алып талдап отыру керек. Түрлендіру үрдісінің мазмұнды үлгісін өңдеуге ұсыныстар. Қандай да болсын, түрлендіру үрдісінің суреттемесі келесі сұрақтарға жауап беруі керек. Операнд не болып табылады, және оның күйлері бастапқы, соңғы және аралық қандай? Келесі сұрағы. Қандай түрлендірулер, технологиялар көмегімен табиғи құбылыстар, қоғамдық заңдар және тағы басқа шектеулер сияқты қалыптасқан жағдайлар шекарасында жиынтықты түрлендіруге қол жеткізіледі? Қандай әрекеттермен материалды, энергетикалық және ақпараттық түрдегі жеке түрлендіру жүзеге асырылуы мүмкін? Жеке әрекеттер қандай операторлармен орындалады? Қайталап өтейік. Қандай да болсын, түрлендіру үрдісінің суреттемесі келесі сұрақтарға жауап беруі керек. Операнд не болып табылады, және оның күйлері қандай? Қандай түрлендірулер көмегімен табиғи құбылыстар, қоғамдық заңдар және тағы басқалар шектеулер сияқты қалыптасқан жағдайлар шекарасында жиынтықты түрлендіруге қол жеткізіледі? Қандай әрекеттермен жеке түрлендіру жүзеге асырылуы мүмкін? Жеке әрекеттер қандай операторлармен орындалады? Қандай да болсын, үрдісті талдауда келесі сипаттағы белгілерді анықтап алған жөн. Операнттың бастапқы күйі, операнттың соңғы күйі, технологиялық ұстаным, таңдап алынған технологияға сәйкес келетін операциялардың түрлері және тізбектілігі, әр операцияның кірісі мен шығысы, әр операциядағы операторлардың әрекеттері мен түрлері, операнттың берілген бастапқы күйі және талап етілетін операнттың соңғы күйі, операциялар бойынша аралық күйінің сәйкестігі. Көрсетілген белгілерді түрлендіру үрдісі таңдауда, жобалауда және оңтайлы етуде бар болатын еркіндік дәрежесі ретінде қарастыруға болады. Түрлендіру үрдісіне мысал.
Мысалы, операнд болат деп алайық. Сталь 50. Операндтың бастапқы күйі дайындама. Операндтың соңғы күйі нақты бөлшек. Оны қандай операциялар арқылы қол жеткіземіз? Дайындаманы бөлшекке дейін әртүрлі операциялар жасалады. Орнату және дайындаманы бекіту, айналымды іске қосу, кескішті дайындамаларға қатысты стружка алып отырып қозғалту, өлшеу, босату, бөлшекті дайын өнім контейнеріне салу. Түрлендіру үрдісінің тиімділігі. Түрлендіру үрдісінің тиімділігі деп, оның нақты нәтижесі Ү мен қалаулы нәтижесі Ү арасындағы айырмашылық дәрежесін айтады. Қайталап өтейін. Түрлендіру үрдісінің тиімділігі деп, оның нақты нәтижесі мен қалаулы нәтижесі арасындағы айырмашылық дәрежесін айтады. Түрлендіру үрдісінің нәтижесі негізгі нәтижелік факторларға, пайдалы эффектіге, жұмсалған қорларға және уақытқа тәуелді. Нәтижелік факторлар өз кезегінде таңдалған стратегияға тәуелді. Түрлендіру үрдісінің құрылымын және белсенді элементтерді қолдану тәсілдерін анықтайтын барлық мүмкін болатын альтернативті технологиялық әдістердің жиынтығы көптеген шақтамалы стратегияларды құрайды. Көптеген шақтамалы стратегиялар ішінен бір стратегияны таңдау шешім қабылдаудың негізгі сатысы болып табылады. Осыдан түрлендіру үрдісінің нәтижесі сонымен қатар стратегияға тәуелді болады. Тиімділікті талдаудың тәжірибесінде тиімділікті бағалау мәселесін және әрекет етудің стратегия таңдаудың рационалды әдісін таңдау мәселесін ерекшелейді. Тиімділіктің бағасы операциясының мақсатының талап етілетін нәтижесі қалыптасуын, операцияның нақты нәтижесінің қалаулы нәтижесіне сәйкес келу нәтижесін сандық мәнде көрсететін, өлшейтін, тиімділік көрсеткішінің таңдауын және негізделуін берілген жағдайға және стратегияға арналған таңдаулы көрсеткіштің мәнін анықтауға болжайды. Стратегия таңдау мәселесі жоғарыда аталған сатылардан басқа, яғни стратегияның шақтамалы көптің ішінен бағытталған таңдауын жүзеге асыратын және стратегияларды үйлестіруді рұқсат ететін мәселелерді шешетін тиімділік өлшемдерін қалыптастыруды болжайды. Техникадағы операциялардың тиімділігін анықтайтын факторлар. Техникалық жүйелердің тиімділігін табиғаты жағынан әртүрлі факторлардың көптігімен анықталады. Фактор деп қандайда бір үрдіске әсер ететін және сол үрдістің қозғаушы күшін айтады. Техникалық жүйелердің тиімділігін зерттегенде әдетте факторлардың 3 тобын бөледі. Техникалық жүйе сапасы, техникалық жүйе қызмет ету шарттары, техникалық жүйе қолдану әдістері. Техникалық жүйенің сапасы қызметі бойынша белгілі қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген. Техникалық жүйенің қасиеттерінің жиынтығы.
Техникалық жүйе қолдану әдістерін анықтайтын факторлар операциядағы алға қойылған тасымалдарды шешуге арналған техникалық жүйелер қолданудың тәртібі мен әдістерін анықтайды. Техникалық жүйе қызмет ету шарттарын анықтайтын факторларға жатады. Табиғи факторлар, климаттық жағдайлар, географиялық орны және тағы басқалары, әртүрлі шектеулердің бар болуын және түрлерін сипаттайтын факторлар, түрлендіру үрдісінің мінездемесі және бағасы. Әдетте, түрлендіру үрдісі операнттың шығысы кезіндегі сапасымен сипатталады. Операнттың талап етілген барлық қасиеттеріне қол жеткізілген болса, онда үрдістің міндеті орындалғаны. Егер түрлендіру үрдісі оперантты түрлендіру міндетін орындамаса, онда түрлендіру жүйесінің элементтеріне сараптама жасау қажет. Оның ішінде технологияның сапасына, технологиялық қамтамасыздандыру жабдықтарының сапасына, оператор адамдардың біліктілігіне, басқару, сыртқы жағдайлардың және ақпараттың сапасына. Түрлендіру үрдісі сипаттайтын және басқа үрдістермен салыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жиынтықталған көрсеткіші пайдалы үрдіске және түрлендіруге кететін шығындарға үрдістің пайдалылығы, түрлендіруге кететін шығындар тәуелді тиімділігі болып табылады. Үрдістің пайдалылығы істелген әрекеттермен жасалады және операнттың қасиеттерінің өзгеруімен анықталады. Сонымен қатар, пайдалылықты көбейтетін әрекет етуші шығыстарды ескерген жөн. Шығындар түрлендіру жүйесімен байланысқан, олардың оперант немесе қандай да болсын оператор екендігіне қарамастан, яғни бұл операциялар энергия, негізгі және көмекші материалдар, төлемақы, әлеуметтік қызмет көрсету, жапсырма және тағы басқалары бойынша шығындарға байланысты барлық шығындарды қамтиды. Түрлендіру үрдісі саласындағы типтік инженерлік тапсырмалар. Түрлендіру үрдісі бұл күрделі жүйе. Тәжірибеде түрлендіру үрдісі сипаттамалардың тізімі берілген, ал жетіспейтіндерді анықтау керек болатын жағдайлар жиі кездеседі. Қандай өлшемдер алғашқы болып табылуына байланысты әртүрлі түрлендіру міндеттері туындайды. Ол төмендегі осы слайдтағы суретте көрсетілген. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.